Біздер жатарда айтылатын әңгімелер болғаннан кейін біздер жатарда киетін киімдерді кидік. Сен жатарда джинсымен жатасың ба? Енді үйінде ұйықтап алып сықтап кеткенде джинсиді былай негізі қандай киіммен ұйықтайсың? Или киімсіз? Жоқ, пижамамен ұйықтаймын. Мен өмірімде бірінші рет киіп тұрмын пижама. Фотосы деп Доказательство. Мен ұялып отырмын жаңағыдай. Дым ұялма вообще. Бір рет деп айқайлап алсам болады. Мен бар ғой, шыны керек. Енді қаншама бағдарламаларға бардым ғой, уже хейтерлар өте көп қой менде, енді королевасы дейді да хейтерлардың. Білмеймін не үшін екен. И сол кезде уже көп күлес, неше түрлі хейтерлар кеткендіктен уже түсінбей қалдым, как вести себя же. Түсіндіңіз ба, Қабдол? Типа көп күлейін ба, қазір сіздерге прикол ұстайын ба, түсінбей жатырмын да. А негізінде мен енді достарым бәрі Кана дегендер ғой, олар қатты прикол ұстайтын адамдар ғой. Негізінде ашылсам қатты ашыламын ғой негізі, просто түсінбей қалдым уже. Бірінші Ашылсын. Онда бүгін әртүрлі болсай? А сіздер мен ұялып отқан жоқсыздар ғой, иә? Төрт жігіт болып қалады. Жоқ, Қабдол басылып қалған сияқты шамалы, шашын алып. Жоқ, шашы басылып қалған. Негізі қимаған, просто басылып қалған. қазір біз басып қойдың ба? Жуса қайтадан бүйтеді. Тентек балдар болады осы сияқты. Қатты өсетін ба? Менікі негізі пижама ма? Бірақ қазір қыздарда мынандай мода ғой, киіп жүр былай да. Жігіттерде ше? Неге қыздарда мода деп айтты? Қыздарда деп маған не айтып қара болсын деп, әдейі жетісайданмын ғой деп. Мынандай киіммен, Сіз жетісайдіксіз ба? Осы сұрақ. Жетісайға вау дедің ба сен? Иә, вау. Точно ма? Барғасың ба жетісай, білесің ғой, иә? Сол барғым келеді жетісайға. Білесің ғой жетісай Иә, деген білем. жер бар Шымкент екен. жақ бес пе? Иә, Шымкенттен ары. Шу жақ қоя, пример. Шу жақ? Міне шу, Жетісай, Ақтау, Петропавл бәрі Жоқ, дұрыс емес пе? Шу. География оқыдың ба негізі? Сәл 30 километр Көкшетау. Шу деген... Жоқ, дұрыс емес пе енді? Бәрі оңтүстік пес па? Тараздың қасына шу. Солай қабылдайықшы. Иә, болды. Бүгіннен бастап географияны өзгертейік. Географияны таңдаған екен еше, прикинь. Немен, сол жетісай, немен шекаралас қой? Үрімшімен. Қойындар, Қойындар, алдап атсыңдар. Білем мен үрімшіні десе. Жетісай деген күшті жер ғой. Жақсы, өте керемет. Жаңа білдім. Жар ғой бізде жетісай. Жер, жәннаты, жетісай. СС деген сияқты. Жалпы сен өзің туған жерің? Ақтөбе қаласы, қай аудан или... Жоқ, өзінен. Өзінен кәм, роддом неше номер? Бір ғана роддом болған. Кішкене барайын деп жатырмын. Қай район деген ғой, примерно, сол район осындай. Уже ұмытып қалдым. Мен 10 жыл болды көшіп келгеніме. Болды. Мен уже Ақтөбе туралы көп нәрсе ұмытып қалдым. Бар екен білесің бұра. Андай взглядпен бүйтіп сындырып жатырсың. Нені айтып жібере салайыншы? ССС деген. 3С ғой, Иә? 3С. Дюшес деген сияқты. Дюшес. ННН деген нет ничего невозможно. Мысалы, сенікі не? Сеть. Барлық бағдарламаларға бағын босын сұрайды жүрмін. ССС не маған. Просто бос болды, ССС деп қоя салдық. 2016 жыл. Точка Сабина. Сеть сетевой всевозможно. 2016 жыл ашты. Сет стамай тұрды. Сен ССС-қа дейін бүкіл әріптерді көрдің ба? Типа А, Сабина. Жоқ енді Сабина С ғой, бас әрпісі. Сенің сұлулығың сыры. Өз дайындалып келген. Барыншы өзің. Нет, менің бренд бар ғой енді, соның несі. Сенің сұлулығың. Сен сұлулысың сыры. Мынау сәл ұзақ. Жоқ, қазақша зато бәрі. Жалпы бізде жатарда айтылатын әңгімелер, бізге қызық болды. Сабина жатарда не істейді? Бәріне қызық болды. Жалпы жата ма Сабина? Жатарда адам не істейді? Ұйықтайды шығар? Жоқ, жатқаннан кейін ғой. Жатарда YouTube қарайтын адамдар болады. Жоқ, мен де YouTube қараймын, сериал қараймын, кино қараймын. Бір нәрсе қосып ұйықтаған жақсы көремін. Кино қараймын ғой, жатарда мынандай болады менде. Бір кинопоискқа кіріп кетемін де, іздеп кетемін. 1 сағат іздеп кететін нелер оқып барды, содан құрсыншы деп. Сен онда жатарда кино көрмейсің, сен жатарда кино іздеймін. Иә, іздеймін. Сондай нелер болады. Сабина, тез оңай ұйықтайсың ба? Тез ұйықтайсың ба? Жоқ. Мен шын айтайын, ұйықтататын дәрімен ұйықтаймын. Дұрыс қой, ұйықтайтын. Мелатонин ба? Иә. Күніне екеуін ішемін да ұйықтаймын. Серьезно ба? Неге ұйықтай алмайсың ба? Вообще ұйықтай алмаймын. Так, ол не екенін түсіндіріп кетейін, мелатонин деген. Негізі мелатонин деген
менде бады ғой, таблетка емес бады. Табиғи бөліну керек қой негізі ше. Сағат 10 мен типа 12 арасында деген сияқты. Дейтін, ол типа мелатонин бар деген сияқты ғой. Тез ұйықтап қалсаң, молодец күшті. Вот міне Сабина сияқты кісілер, оларда ол жоқ. Олар солай, олар дегенде мен де сөйтіп секретімді ешкім білмейтін еді, типа ол сияқты айтып жатыр. Шаршап ұйықтайсың сол кезде, андай дым білмей ұйықтайсың. Негізі шаршаймын мен, таңғы 8-ден кеткелі, түнгі 11-12-ден келем, өйткені студиялар түнде жұмыс жасайды ғой, білесіздер ғой. Сөйтіп келіп сразу ұйықтамай жатам, сосын дәріні ішіп аламын, жарты сағаттан кейін ұйықтап қаламын. Мелатонин ішіп кәдім сразу өзінен өзі ұйықтап кетесің жарты сағаттан. Оны телефонды алып тастау керек қой. Телефонды алып тастау керек, кейін өзі ұйқы келу керек. В общем, дәрі ештеңе шешпейді деген. Кәдімгі табиғи нәрсе екен. Жоқ, кәдімгі свет сөндіріп, телевизор бәрі қараңғы. Көз жұму керек. Негізі солай дәрсіз де ұйықтауға болады. Негізінде, бірақ енді мен енді мелатонин емес, өзім анамның мелатасымен ұйықтаймын. Жоқ, мен ана бірақ бір ай ғана болды ол сөйтіп жүргеніме. Жоқ, оны үйреніп қалма. Оға дейін мен таңғы 6-7-ге дейін жүре беретім ғой, енді ұйықтамайсың. До конца ұйықтағанша ма? Иә, ал қазір уже көшсем бадыға. Дисциплина үшін де, таңертең ерте тұру үшін. Ал таңертең ерте тұруың қалай? Оңай ма? Оңай. Или тоже бірдеңе ішіп оянасың ба? Ұйықтап отырып, мына жеріне тығып Оян. О, кизличка. Жоқ, бірінші оянып барып, дәрісін ішіп алып, қайттан жатып, оп деп ат тұрасың. Жоқ, кәдімгіде оянам. Будильникқа ояна аласың. Жоқ, будильникпен тұрам. Олай өзің жеке ояна алмайсың. Жоқ. Біреу ұйықтатып кеткен кез болды ма? Қай жағынан деп па? Қадап ше, или бірдеңе істер? Қиынға ұйықтатып кеткен. Иә, конечно. Мен Сабина көп ақшаға қадалған білем. Да? Алдында айттым Мен де қадағам. Мен де қадағам. Көп деген, қанша? Көп деген. Үйге қатап кетті. Пожалуйста, үйге қадап кетті деген. Котлованан үй Уже алған. 3000 теңгеден жоғары. Иә. Жетімнан аз. Басын, короче, процентін беріп қойдың, содан кейін уже мен түсінікті сен не үшін ұйықтай алмай жүрген. Понятно. Ұйықтайтын жер жоқ қой, значит. Жаңа дәрін ішкенде любой жерде ұйықтай береді. Салқын да. Мына картонда ұйықтаған біліп қойсын. Сондай сияқты. Енді жеңілдеген берсін, енді бұйыртса новый үй ал, енді. Жоқ, ол бұрында болған ғой. Баяғыда, қазір алдың ба енді? Иә. Қазір уже новый үйге Жоқ, қадады. андай мақтанғым келмейді, нормально, иә. Ол кезде қаншаға қадалдың? Жобасы. 30 000 бар ма? Нұрстың интонациясы бар ғой, андай қарызға сұраған сияқты. 30 000 бар ма? Срочно керек болып тұрады деп. Сен ұйықтардың алдында ертеңгі күнді пландайсың ба? Пландаймын. Обязательно пландаймын. Ана жаққа барамын, мына жаққа барамын. Уже ертеңгі күнге шаршап қалмайсың Сосын ба? прям сол планмен жүресің ба? Қабдол осы шоуға шақырғанда менде бұрыннан жазылып тұр Қабдол шоу деп ше. Күнде ойлап жүресің ба соны? Жоқ. Енді қарайсың Шақырғаннан ғой. кейін ба, шақырғанға дейін ба? Шақырғанға дейін жазып қойдың ба? Өзің армандарын несі болған жоқ па? Осы шақырады деп. Жоқ, мен шақырғаннан кейін жаздың ғой маған, содан кейін жазып қойдым. Болды. Мен ойладым, оған дейін типа анда армандардың списогында барым ба деп. Үй алу, осы Қабдол шоуына шақырады деген сияқты. Сен ана нелердің списогындасың, ана котловандардың списогы. Енді андай сұрақ, түс көресің ба? Жаңа сен дәрі ішіп ұйықтайсың, сол кезде ол прям жабыстырып ұйықтайсың ғой? Жоқ, түс көресің ғой, обязательно. Андай өзін дәріде жатып тұрамын, мынандай түсімен дейді, мынандай тағы мынандай капсула осындай түсімен дейді. Баяғыда мектепте бізде андай әзіл бар еді. Қоян мен қасқыр туралы түс көрдің ба? Жоқ, көрсей қызық дейді. Жалпы түс көресің жалпы, иә? Иә. Сенесің ба түске? Дұрыс па? Мен таңертең тұрғанда сразу түсімді еске түсіруге Тырысасың кейде ба? андай идеальный түстер болады ғой, оян кетесің де қайттан жалғастырғың келіп, басқа түске кіріп кетесің ғой. Баяғыда андай түстер өте неприятный, андай бір әдемі қызбен кездесіп, құшақтасып жатқан кезде кәдімгі
туған бөлең болып кетеді. Бала ше, бала. Таныс адам мұны. Иә, таныс адам болып шығып, Мұрты бар болып. Иә, өте неприятный болып бітеді ғой. Соңы. Андай түстер болады, жүгіріп кетесің де жер бітіп қалатын бір. Бүйтіп ояп кетеді. Өзіме өзім бүйтіп дірілдеп. Кеше өліп қалады ғой түсіне, например. Сол кезде сразу андаймын тоже. Былай да звондап тұруға болады. Именно сол кезде же. Сен отасың ғой, танартпайсың деймін да, соны көріп отқанда. сосын андай емес пе, бір соска қызбен бәрі енді басталып жатқан моментта всегда біреу оятады ғой. Ондай болмай ма сендерде? Мен айтамын, оятпай ақ қойыңдар деп. Отыра берейік өзімізді. Сен келіншегің оятады шығар онда. Келіншегім оятады. Сосын андай айтасың, мен ұйықтап алайын ма, әлі жұмысқа ерте деп. Қайттан сол жерге барып алайын дейсің де, иттер туралы кетесің ғой. Соқпайсың да. Сенкі анау не животныймеде тұр ғой сен. National Geographic Стандартный кино дейтіндер. Животный. Жалпы жаңа айттың ғой, жатарда YouTube қарап жатамын. Не қарайсың, қандай? Сабина мысалы, жатарда қандай канал, қандай? ЧБД қосып қоямын. Нұрлан Сабуровты же. Соны алып кетсең, Нұрлан Сабуровты. Қазақша ма? ШБД ма? ЧБД ма? ШБД деген бар. ШБД дейтін. Жоқ, ЧБД? Кәдімгі Нұрлан Бізде Сабуров. просто ШБД деген бар Қазақстанда. ДВД деген бар. МВД деген бар, көп бізде вообще шат затты. Жоқ, ЧБД дегенді қараймын. Немесе Подкасттар. клиптер қосып қоямын енді. Жалпы Аха. былай YouTube қараймыз, Instagram қараймыз, байқайсыңдар ма? Жалпы Сабина бар видеолардың бәрі рекке шығып кетеді ғой. YouTube'тың шортсында 23 мың мен билеп атады, бүйтіп. Жалпы өзіңе осындай танымалдылық ұнай ма негізі? Жоқ, одан бөлек жалпы сіз көп қарайсыз ба Сабина? Шығып қала береді. Жоқ, сол ректордың арқасында, ректа жүргендіктен, мына кісі шақырған жоқ па осы неге, қалай шоуға. Сол себепті Аллаға шүкір етемін. Енді ол мен үйде жатып, мен ректа жүрген жоқпын ғой. Күнде еңбек қой. Анда барасың, мұнда барасың, көрім қалайын, бетейін, сөйтейін деген сияқты. Тоқтамау керек. Дұрыс. Бір рет хит шығардым, бір рет бір видеом атты деп дальше үйде жата бермейсің ғой. Еще қазір баяғыда емес, баяғыда бір хит ән жазып, кәдімгі бір 10 жыл жүре беретін еді. Қазір мұндай көрмейді ешкім. Сол ғой, сол дұрыс айтасың. Артатынша, сразу. Әрине мен дұрыс айтамын. Кстати, маған кеше ғана ұсыныс дей ма? Выступлениеға ұсыныс келген Қытайға. Представляете? Мен кеше ғана білдім, мен Қытайда не екем, кішкене популярный екем. Бірақ білмеймін, алдын айттым ғой. Себебі бар, мен бір себебін айтайын. Қытайда дәл Сабина мысалы үшін сториске не салды, постқа не салды, дәл сөйтіп салатын бір қыз бар екен. Қыз ба ол білмейміз ғой. Ол ма білмейміз. Короче, сондай аккаунт бар, дәл сөйтіп жүргізеді. Если сен Сабинаның аккаунтын көрмей, сол аккаунтты көрген кезде, сол аккаунт Сабина деп ойлап қалатын. Сабинаның видеолары мен. Иә. Болды. Сен историяны сохранить етіп алып, сразу өзіне салады. Енді ол Қытай ғой, енді таза Луи Виттон Гуччиларды да сөйтіп шығарып жүр. Идея қайдан келеді сізге? Ой, қарам мақтайды. Ол келе бермеді ол. Ол выступлениеға шақырт деп айтайын деймін ғой. Қытайға Үрімчі ма? Үрімчі. Сол жаққа... Бағана шумен... Жетсай жақта ғой Үрімчі, как раз. Біз жақтан барсам ғой. Біздің жаққа соға, сол жақта шығарып салам ғой дейші. Қайтарды бірге қайтық шығарып салам. Ассалам алейкум деп біреу күтіп алады. Жетсай. Күшті, молодец. Қай уақытта примерно? Март деп отыр. Мартта кетіп барасың, мықты. Ана микрофон істемей қалса, китайский екен лақтырып жатса. Китайский микрофон. Так, Сабинаның обычный күні қалай өтеді? Давай соны білейікші, таңертең тұрады. Ұйықтанғанға дейінгі. Спорт залға барады, Иә, енді төртеуіңіз деп подписан емес сияқтысыздар. Бірақ енді айтып берейін. Жоқ. Біз қарап жүреміз бірақ. Бірақ мен барлығын сторисқа саламын. Қарап жүреміз. Қараймыз, кетіртеміз еще. Қарағанымыз. Сторисқа салам негізінде қай жаққа баратын. Ол андай обычный күн болса да, бірақ фитнес обязательно. Сосын съемкалар, жаңа SS косметика, жаңа көрдіңіздер ғой, тауып алады мені. Бизнесім бар да, сондай нелермен айналысасың. Иә, SS косметика бизнесім бар, уже бір жыл. Аллаға шүкір.
почти Кыргызстан, Өзбекстан Кич соны между СНГ кетіп бара жатыр. Кетіп бара жатыр енді Аллахтың Тек қалауымен. қана сонда Қырғызстанда жоқ па екен ондай ол жақта косметика сендеркіндей. Ол косметика емес, шампунь ғой. Иә. Мен өзім арнайы Кореяға барып істетіп келдім ғой. оны. Кәдімгі бірдеңесін қосып та Иә, арнайы. өзім барып Қырды алып арнайы. көр, шашың тез өсіп қалар. Сөз осы жуғаннан ғой мына бала шашы. Жоқ, мен анда ұялмай сатамын да. Өйткені ол менің атым ғой ол жағында. Сол себепті Шампунь сосын тағы не бар еді жаңағы? шампунь, термозащита, кондиционер және де интим парфюм. Интим парфюм деген бар екен. Бірінші рет бүгін естідім. Интим парфюм деген естідіңдер ма? Интим парфюм дегенде ана жағы емес ол. Мына жақтарға жағуға болады. Мына жақтарға. Мына жерінен интим ба? Мына жерге маған иіс керек емес. Қатасы. Сіздерге арналған әйел. Қай жерден қыдығың келеді, сен жерге жағасың десе. Нан екеуінің арасы бөлінеді. Осы жерде. Мына жерлер сәл терлейді. Анандай аяқ астына джинсының арасына тығып сеуіп olsаң. Сеппейсің оны бүйтіп масло ғой жағасына. Жоқ, біздер енді мына жерді білеміз енді. Біздер енді миск нелерде мына бірінші рет естіп тұрмын, бірақ мына жер дейтінде. О, андай шуашқа қарсы емес па, случайно? Жоқ. Интим деп тұр ғой, интим. Қыз бала нәзік жанды ғой. Күшті иіс шығып жүрсе приятно ғой. Күйеуін иіскейді ғой по-любому барлық жердің. Сосын күшті иіс шығып тұру керек. Аяғым. Келіншегім мына жерде иіскеп отырған байқамадым. Ұйықтап отырғанда бірдеңе болмаса дейді. Мойынды иіскеп Жоқ, ұят ұшынып тұрған қалады дым ғой. жоқ. Бәрі иіскейді ғой негізінде. Жоқ, действительно мен Каспийден сатамын ғой. Оны отзывтар өте жақсы. Менде прям рейтингі де жақсы ше. Фотоларын түсіріп жіберем ғой аяғымды. Және өз атың болғандықтан барша жауапкершілік. Иісін қараңдаршы. Иә. Мә соның Негізінде қыз иісінің балада өзі. күшті иіс шығып жүрген дұрыс қой. Шашынан. Бәрінде күшті ішіп жүрген дұрыс. Жоқ, енді ер азаматтар туралы айтпай ақ қояйын, әрине ғой, самат. Ол қыз балада ше. Ол жақсы ол, бірақ оны маған қарап айтпай ақ қой. Неприятно екен да мындай. Тіке қарап айтты ғой еще андай. Күшті иіс шығып жүрген. Дем енді ешкім иіскермей ақ қойсын былай. Иіскетпей ақ қойдым өзімді. Жоқ, просто Жоқ емес ол. Ол жоқ деп өтіп кете салатын нәрсе емес ол. Бізге бар ма Айта бір СС бірдеме бер енді хотя. болды, обязательно. Кеше Интим ғана табан қырғыш бар ма? Кеше ғана достық плазаға барғам, шашымды жууға, сол кезде аяқ асты кіріп қойдым, сол кезде кішкентай қыздар жұмыс жасайды екен, бас жуып ше. Неден десе. Жоқ, енді 18-19 Бас жағында жүретін. 4 сүйеуге жуады. Жоқ, жас қыздар ғой. Кішкентай қыздар бас жағында жүретін. Сөйтіп жас қыздар ғой, кішкентай қыздар. И олар айтады да, барлық подкастыңызды көрдім сіздің дейді да. И көп нәрсені айтып беріп жатыр да. Мен көп не айттым? Действительно, олардың өмірлеріне пайдасы тиген екен. Например, бізге білінбейді ғой. Біз әйтеуір келе жатырық қой былай. Подкастқа барамыз, блогерство, әншілік бәрін істеп жатамыз да, бірақ ол нәрсе бізге білінбейді ғой. Бірақ кішкентай қыздар кеше андай қылып айтып жатқанда, мотивация болды. Алға тұр ғой. Мен айтамын, бәрін айтып беріп жатыр ғой. Мен не айттым? Бір 3 қыз болды. Кәдімгідей айтып беріп жатыр ғой, барлық нені. Мен не айттым подкасттарда? Что значит біреуге? Сол себепті өзім түсінбей қалдым да, как вести себя. Негізінде мен көп күлсем да, ол мен андай ашық адамдар болады, прям ашық жарқын, негативке жол жоқ деген адамдар болады негізінде. Мен сондай адамдардың бірімін. Так что күлсем, қыз бала күлген жарасады, бірақ орнымен күліңіздер әрине. Бірақ енді күлкілі болып тұрса, күлу керек қой негізі. Әрине, сол. Тем более қараңыздар, тур андай адамдар ғой, андай Сен кәріге күл дейді ғой. Маған қарап күлі берді ол. Мына үйде бар деймін. Nokia'ның тонкий зарядкасы болмайды деймін, мынандай үйде тұрады. Сұрап көрейік та, нерсе кеттік. Көрші асамайдым. Родной, тонкий зарядка бар ма? Nokia'ның. Бар ол? Барлығы бар деймін. Барлығы ма? Барлығы деймін. Родной көрші. Бізде андай еден шығыды, андай баяғы домашний телефон бар ма? Ғырррт дейтін. Бар ғой. Нема көрші андай бар ма сіздерде? Андай рупор бар ғой, дейді сөйлейтін. Конечно бар. Көрші нема андай регбидің перчаткасы бар ма? Бар ғой. Нема көрші
мынаның бәрін қайдан алып жатсың сен вообще? Жігіттер, Жанапост деген қазақстандық приложение бар. Қытайдан кез келген товарға тапсырыс берсеңіздер болады. Қытайдың ең мықты маркетплейстардың барлығы осының ішінде. Яғни қалай заказ берем, қалай жүктеп алам десеңіздер, ішінде видео сабақтары да бар. Мә, давайте жатказ көріп отырмын, сезеді. Аға телефоныңызды беріп жібересіз ба не? Жоқ, телефон керек емес, заказ беріп қойдым. Как келеді уже. Давайте жақсы. Күніңді ары қарай жалғастырайық. Фитнеске барасың, съемка, сосын? Иә, съемка, танцыға барам, көп жерлерге шақырады ғой, сол жаққа барам. Би дегенде енді мен барлық әндермен би қоям, соларға қатысамын. Ақнұрға, Акузакова деген танисыздар ғой, сол кісіге барам. Соңғы биің қара көзіме деген кім ойлап Негізінде мен биге неге үшін қатысып айтпақшы ол би емес. Не үшін мен биге қатысып потому что бәрі айтып кетті ғой, енді билей алмайсың деп шын, не би деп шын, бүйтіп қара өзіне деген сияқты. Сөйтіп барып биге қатыстым ғой. Кішкене икем шығарайын. Иә, икем шығарайын. Мен действительно билей алмаймын. Сен сонда енді істей алмаймын, онда давай деп бәрін бүйтіп көре береді екен да, иә? Істей алмайтын нәрсе. Негізінде андай қолынан келмейтін нәрсе жоқ, айтатындай хочу же. Сондай 8 қырлы бір сырлы деген мақалдар естігің келе ме? Нан істей аласың ба? Жоқ, енді қазір басым бос қой. Басым бос болғаннан кейін не істейсің? Бәрімен айналыса берген дұрыс қой. Ертең жігіттің пайда болғаннан кейін уже фокус не істеп кетеді ғой, уже отношенияға кішкене көп бөліп кетесің да, сөйтіп бәрі қалады ғой негізінде. Қазір енді еркін, бос болғаннан кейін енді жасап алу керек деп жатырмын. Жасарын жасап барып тұрмысқа Қай уақытқа дейін жүрем деген ойыңыз бар? Енді негізі мен өзім қалауым бойынша 30-дан кейін шыққым келеді. 30-да, ровно 30-да. Тұрмысқа шыққың келеді. Күйеуге шыққым келеді. Енді тұрмысқа екеуі бір ғой. Екі түрлі адамға шығып жатсың. Енді 2 жылдан кейін ғой сондай 28-де қазір. Үйінде жаңағы машина нелерін не істейсің? Мен ондай қиын сұрақ білмеймін енді. Қиын сұрақ жүрді. Я бүйтіп істемей ол үйді төрен андай не қайырымдылықпен мысалы үй жоқ мысалы 4 бала отырмыз аяусыға жылаймын. Мен айтпаймын что ақша жақсы табамын деп, просто мен жақсы жинаймын ақшаны. Грамотно істеген менде күшті. 1000 теңгеден күнде жинай бере аласың короче да, 1000 теңге болса да аз болса да короче жинап. Жоқ енді например грамотностың бар. Иә, грамотность бар ғой енді. Оқып алдым. Оқыған жоқпын, білмеймін, өзім пападан келген. Сонда кісісің ба? Папам сондай да менің. Болашақ жарыңа деген андай талаптар бар ма? Вот осындай болса екен. Ана еңбекқор болса. Как это будет на русском? Жоқ, еңбекқор болса. Трудный. Жоқ, еңбекқор. Еті тірі бар ғой. Еті тірі болу керек. Мен алдында айттым ғой, ұйқыны жақсы көрмейтін. 6-7 сағат ұйықтайды болды андай. Как раз жадардың алдындағы подкастқа келіп ұйқыны Вот менің ең басты талабым ұйқыны. Еті тірі. Еті тірі ол не ол? Еті тірі деген не ол? Еті тірі андай дейді. Аяғы өзіне нерв қозғалады ғой, сондай. Ол не қыласың етін тірі? Пісіріп жейді. Ұсталып жейсің ба етін? Балық қысып. Жоқ, енді мен еті тірі керек деп қоймасын. Пақыр деп айтты. Еңбекқор, еті үйде болмайтын кісі керек па? Үйде болмайтын без, просто ұйқыны жақсы көрмейтін. Мен потому что өзің андай дәрі ішіп ұйықтайсың. Анау ұйықтамау керек. Мен, например, кейбір адамдар болады, обедте ұйықтап алатын. Или таңертеңнен ұйықтайды да, кешкі 5-6-ға дейін ұйықтайды да, сосын барып жұмысқа шығып ба, бір нәрсе істеп жүреді ше. Сондай адамдар да бар ғой, енді көп қой. Неге оны бізге тигізіп айтасың? Біздің режим неге айтып жатсың өзімізше? Әркім өзінің қалауы ғой, просто ең біріншіден денсаулықты құртады, сосын енді өмір тез өтіп жатыр ғой. В общем, Сабинаның болашақ күйеуі қазірден бастап ұйықтап алыңыздар. 2 жыл уақыт беріңіздер. 2 жылдан кейін ұйықтамайсыздар. Болашақ күйеуі қазір ұйықтап жатқанда шығар. Дайындалып па? Негізі қате болушы. Дұрыс нәрсе ма білмеймін, мен үшін сондай, короче, сондай хочу. Жігіттер ұмытып жатыр, Сабина еще бізде әнші ғой. Иә. Жақыннан бастап әнші. Халық әртісі. Скоро. Әндер шығарады. Блогердан әншілі болған қалай екен? Ощущениесі. Жалпы кішкентай кезіңде әнмен айналыстың ба? Қызығушылық болды ма? Иә. 11 жасынан бастап ән айтам. Филармонияда жұмыс жасағам Ақтөбеде. Димаш Құдайбергенмен бір филармонияда жұмыс жасадық қаншама жыл. Нұрболат Абдуллин болды ол кезде. Қаншама. Сіз кім болып жұмыс жасадыңыз?
мен группада жұмыс жасадық, 3 қыз болып. Тамсан деген группада. Иә, қыздардың группасы болды. Сол кезде өзімізше біз сол Ақтөбеде звезда болғанбыз ғой. Сөйтіп Алматыға келдім. Содан кейін FM деген группаға өттім. Сол кезде Сеймо, мен Алина үшеуміз болдық. Сеймо? Иә. Мынаны эксклюзивный ма мен? Или мен жаңа естіп отырмын. Сеймо мен бір группада болдым. Иә. Сосын Сеймо екінші? Алина деген қыз. Алина бар ма? Сосын мен, бар. Үшеуміз болдық. Үшеуміз FM ба? FM болды. Екі әріп. Любила Лия бар ғой, ән? Любила Лия. Мен барлық біліп қойдым. Сол өлеңді тыңдамаған адам жоқ полет. Қандай өлең? Любила Лия. Любила Лия. Любила тебя. Прикинь, точно шықтың ғой соған. Сол әнді айтқан. Кетші сол айында айттың мен, серьезно? Сендерді ма? Иә, SMдікі. Мен вообще бірінші рет естіп тұрмын бар ғой. FM дейтін группаны мен Содан кейін естідім. жаңағы енді FM-нен шыққан, FM-нен 3,5 жыл жұмыс жасадым да, содан кейін өзіме өзім блог жүргізіп жүрдім. Оказывается, мен блогер екенімді содан кейін түсіндім. Мен блогер екенмін деп. Сөйтіп адамдар блогер деп қабылдап кетті, бірақ оған дейін мен қаншама киноларға түстім. Ой, ең Бірақ андай главный рөлде ойнамаған, Главный бірақ емес рөлде второстепенно, түскен кино. Малай фильм. Малайда. Иә, Малай Малайда. фильмінде, иә. И сөйтіп содан кейін, жаңа достарым бәрі айтқаннан кейін, даусың бар ғой, Иә. жазып көрсей деген сияқты. Сөйтіп жаздық. Аянмен қалай жазып кеттіңдер? Әлішер аға бар ғой, Бекшір. Иә. Сол кісі Аянға айтқан, екеуін дуэт жасаңыздаршы деп, типа Сабинада жаңа қалай айтады, активность бар, сенде талант бар деген сияқты, екеуі қосылдар. Активность қосқан кезде. Тактивность. Өзінше деген. Сөйтіп, Сабинада активность бар, сенде пассивность бар. өзі қияли адам ғой, андай Америкаға кетіп қалған адам ғой ол деген негізінде. Оны мен түсінбеймін, ол мен түсінбейді, короче. А мен андаймын ғой, стартпын ғой, давай, любой нәрсені, давай. Газбын де. Иә, газбын. А ол андай асықпайды, короче. Аян асықпайды. Типа, давай асықпайық, бүйтейік, ол Америкаға кеткісі келеді просто. И сөйтіп... Сен Қазақстанда қалдың келеді. Мен айтатынмын, типа, бірінші Қазақстанды бағындырайықшы деген сияқты. Потому что біз ана аяқты асық, айтады ғой, қолда бардың қадірі әлі. Ол мақал емес мен жеге басқа. Жоқ, негізінде. Алыстан арбалағанша деген. Сол кеп қалады ғой. Или аспандағы айда алам дегенше. Иә. Жоқ, анандай қылсай. Басқа елде сұлтан болғанша өз Сабина елінде мен ұлтан естіп көріп тұрмын. Сабина ше. Жалпы сен ана дауысыңмен андай білдіртпей айтып жүрсең біз иә деп жібере салатын сияқтымыз анда. Мысалы бір қармай ішірді ғой деп ше андай вообще келмейтін мақал айтып жүрсең деп. Жараса береді. Беспалево болып па? Мен қаншама мақал айтамын негізінде өмірде ше, бір қандай қате мен айтамын да. Сөйтіп ол негізінде юмормен ғой. Юмормен сөйтіп. Мақалың дұрыс емес, ниетің дұрыс па типа. Енді баяғы любила я сияқты любила я деген дұрыс айттым ба? Любила я сияқты. Мен тұрағаның қате болды енді. Сен де я дегенше. Любила я сияқты әндер қашан? Любила. Енді адамдар мағыналы әндер шығар дейді ғой енді. Бірақ негізінде мағыналы әндер өте көп авторский. Сен шығарған соңғы әнде мағыналы ғой. Қара өзіңе жақпақ қара күйе. Сенбесең сенбе, емдеп көр қолынан келсе. Сондай ма текст? Иә, маған керек емес $мен теңге. Қалған айтпай қойдыршы. Содан қалай еді? Маған керек емес $мен теңге. Уже, маған тиісіп отыр осы ойдағы адам. Бірақ мен білім кетіп тұр, серьезно, мен білмей алдым. Сол жерден кейін свет соң қолды бізде алдыда. $мен теңге, сосын, не, ұятсыз болмайын ар жағы кішкене. Ұятсыз емес енді, просто оны мен де түсінген жоқпын басында ше. Не мағынам? Кім жазды текстін? Жоқ, Аян. Аян, өзі полный музыка, мотив бәрін өзі жазды, Иә. Сен ары керім екенсің, бәрін дайындатып қоясың. Музыка текстегі Аян, суреттелген. Мен активность. Асықпайды ол, асықпайды дейді, бәрін тапсырып қоясың. Конечно, асықпайды ол, бәрін тапсырып қоясың. Біз жаздан бері осы бір ән жаздан бері келе жатыр ғой, соны түсіндіңіздер ма? Уже қазір көктем. Бірақ ақтады ғой. Конечно, ақтады. Қанша просмотр болды, не тиктокта, неше, қанша мың адам түсіріп, бірталай адам түсірген жоқ. Тойларға шықтың ба сол? Қазір 700 адам ба түсіріп тастағаны уже тиктокта. Мақта. Тойларға шықтың ба сол? Еще ісің, иә.
да иә мен өзім ғана Аянның жерін не істейсің? жоқ былай ғой негізінде именно сол той иесі айтады. жоқ осы ән үшін деп шақырмайды адамдар именно өзінше әнді айтшы деген сияқты жалпы ән үшін шақырды жоқ ведущий қылып шақырады и ән айтсаңыз дейді содан кейін мен ол әнді уже мен басқа әндер айтып жатқанда осы әнді де айта салыңызшы деп айтады сіз еще тойда ведущийсіз иә ведущий бүкіл мамандық қой вообще жоқ қолына не келеді соны істеу керек қой блогер ән айтады Тамада. аянды жұмсайды тамада корпоративта Қызылорда мен Шымкентте болдым деп жүріп соны не істеп тығып жүрсің Өзің жүргізіп бересің бе или қасында бір пар болу керек жоқ па? қасымда адам обязательно главный адам болады ойын ойнатасың, оң қолдарын көтеріңдер деп. жоқ ойын ойнатпаймын ойынға 3 бала деген кезде 3 бала тұратын сияқты ол жанында бізде шықпай кетеді шықсыншы брат деп шығарамай кетесің ғой бізде ше 3 бала деген 6 бала тұра ма? андай болды той басқарып жатыр прикинь андай енді оңтүстікте по-любому андай пофиг басқара бермейсің кішкене шеттен шықпай сәл арасында жүресің оры жүресің да и по-любому ты шыға бермейсің ғой енді қорқасың бір кісі жанымнан өтіп андай вообще жандырып жүрсе болады ма той басқарып отырған кезде ше бүйтіп тамақ алып өтіп бара жатыр ғой ше бүйтіп өтіп барады КВНдегідей болмай жатыр иә енді если честно Шымкентке көп шақырады Тойға иә неге ма? тойға Шымкент жақсы көреді мені сол себепті мен де оларды жақсы көремін Апа көп тойлайтын не ғой, той көп өтеді ғой Шымкентте. просто Шымкентте андай көп той көп триода әншілер де көп қой менде жататын ана кейбір триолар Ириналардың әндерін алып алды кәратына қайсы пяткаларды андай кейбіреуін редактировать етпей резко жазып тастағандары бар да мысалы байыр құдалар мен нағашыларды қосып билеп жатқан кезде ше хули кет бәрін алып кетесің деп ше Құдаймен билеп тұрып қалады. бүйтіп қалады ғой үлкен кісілер қойдың көлденең деп отыр кішкене триолар сол жерін редактировать етіп жіберіңіздер звукозаписьте де басып жатқанда қарау керек қой сен жоқ баяғыда мен де группада болдым ғой енді фонограмма ғой ақтөбеде жоқ ақтөбеде FM-де живой айтқызатын ақтөбеде сол кезде микрофон салып жүретінбіз ғой ана қазір прикол ұстайды ғой мен айтамын да Сыртында жылтыр нелер бар ма? қазір прикол ұстайды да сонымен мен айтамын бұрында біз де солай жүрдік қой деп ұялып кетесің ше мойындағың келмейді бірақ Сондықтан микрофон жүргізу потому что кейбір ресторандарға келгенде 3 микрофон болмайды да енді таласып тұрасың да мен Андай шатастырып алған кездер жоқ па? Типа үйдегі андай микрофонды алып ше анау. Қандай микрофон? Мұрат абзал микрофон айтайын деген кезде андай деген басқа мағына беріп жылтыр стразалармен ұялып қалдым. Ұмытып кетсең деген жаққа да микрофон. Fuse деп қосылады жоқ ол андай микрофон ғой вообще даже андай бар ғой соны Жоқ, олай көрсетпеші. жоқ соны жоқ соны жоқ короче андай бүйтіп Олай айта берсің ғой. жоқ андай микрофон бүйтіп ұстайсың микрофон беріңізші сөйлесе бар ғой бүйтіп жауып қоясың түсіндің ба бір нәрсе біз көрсетейін типа ана астын көрсетпеу керек қой істемейді асты жүр түсіндің ба Короче, андай шумыровой микрофонның астын, короче, алып иә вот соны түсіндіре алмай отырмын ғой кішкене мысалға бәрін бірдей. біз қарада Сабина жаңағыдай блогерлікпен айналысып баяғыда бір жұмыстың өзі жетер еді ғой и оған да уақыт та жетер еді да и онымен де күн көре бересің сол әншілік па әншілік тамада ма бір зарплата өмір сүре бере аласың. шампунь шығарып жатыр блогер әнші ведущий онымен уже ақша таппасаң болмайды киноға түседі подкасттарға келеді Депозитінде қанша ақша бар қазір данный момент. Мынандай нелерден кейін что-то есептеу керек сен ақшаны. Және қаншасын жібере аласың. ақшаны жақсы тапқан сайын проблемалар да жақсы болады екен ғой сол себепті
Ақшамыз болмай проблемаң болса да жаман да. өте дұрыс айтасыз. Любой проблема жаман проблема. Ол кезде жаман қиналып кетесің. Сол ғой. Мен ондайдан шыққан қызбын ғой. Еще саған бір ыңғайлы, саған көп не да, доступны да, мысалы біреуден осындай қарызға 300 000 шыға ма десе, саған қиналмай сәл беруі мүмкін да. Бізден уже ассалаумағалейкум. 300 000 шыға ма, сен де шыға ма? Ассалаумағалейкум леп белгісі деген амандасу Жоқ, мен кесе басшылықта қорқасың шыққан ғой. қыз болсам, егер де мен бұлай жұмыс жасамайтын едім деп ойлаймын. Негізі жоқшылықты көрген адамдар ғана бар жақты ұстауға тырысатын сияқты деп ойлаймын. Максимально жоқшылық бір эпизодты айтып бересің бе өміріңдегі? Нанның шетін жеп, итке беріп деген сияқты. Қайттан алып. Жоқ, енді мен түріме қарап, адамдар ойлайды ше, андай, мә, қумаш. Туа сала бай болып туылды деп па? Иә, олай емес, мен сарайда тұрғам, кәдімгідей. Осы кездегі фотоларын шығарайық не жерде? Зато аштықтан обой жеген кез болды. Жоқ, мен сарайда тұрғам, мен оны даже қатты помню. Хейтер деп айтып отыр, хейтерім көп. Я менде хейтер Не үшін көп. хейт? Менде адамдар маған бұрында. тұлғаны Көбінесе явно әйелдер, қыздар. көре алмайтындар ғой, иә? Жоқ, Явно ғой. Көре алмайтындар. ер азаматтар да бар ішінде деген қаншама. Ол қолы жетпегендер. Мен сол кезде мені достым. Сен бауырым адвокат па не? Жоқ, мен айнатқан адамдар болды, шама орысша блогқа кетсе деген сияқты, потому что именно қазақша жүргізсең, қазақша аудитория ол хейтерларға жақын деп айтады. Сөйтіп үгіттегендер болды. Мен соны жеңгім келді да. Ничего страшного, ертең махаббаттарына бөленем деген сияқты ше, по-любому. Ол хейтерлар по-любому өте көп. Махаббаттарыңа бөленем деген. Бәрінің махаббаттарына. Что это было? Что это было деген нема болды? Орысшасы ба? Орысша жүргізген адамдар көп қой. Иә. Сөйтіп Хейтке сен кәдімгі обычай қарай бересің, уже өзіңе алмайсың, иә? Ең көп жазылатын хейт қандай? Просто бір Ауып қалған болды ма хейттен? көтін көрсете береді деген сияқты ше. Негізінде мен купальникпен олай түспеймін. Просто андай, например, джинсы кисем де мен енді шығып тұрған нәрсені қалай тығам? Жоқ енді, действительно енді. барды көрсету керек қой. Жоқ, барды көрсету мақсатында емес даже бір ғой, әйтеуір сөйтіп қабылдап кетті ғой адамдар. Ең көп жазылатын хейт сондай, иә? Иә. Былай хейтті қабылдайсың ба? Жоқ, адамдар ол қай нәрсеге көп мән береді, сол нәрсені айтады ғой. Мен де кішкене бүйтіп көрсетіп қоямын иногда, потому что солай лайкпен просмотр көбейеді. Андай действительно жабық, бейтіп шығасың ғой, вообще ноль отырасың. Ютубта көп просмотр болсын деп. Енді мынаусын көп комментарийге шығарып қой десең. Жақсы жинап алды, жақсы жинап алды. Сразу мынау 30 000 дизлайк. Мынау неге 3 күнге банға. Сен қай жылғысыздар? Басқа тема айтып кетсің. О, как раз сол манағы айтайын деп Қай отыр. жылғысыз? Мен Сізден бастайық. 1900 и динозаврдың суреті шығады. Сондай болып тұр ғой бәріміз. Сондай болып тұр. Ау, менікі 96 ғой. 96 ма? 96, мен 96. 30-ға келіп атқан 96. Қойш, бәрін құрдасың. Қабды? Мен 96 болайыншы, пожалуйста. 93-пін ғой. Не? Мен білмейсің бе не? Шашы бар кезде 96 еді. 2000 деп айттым ба саған или? 93? Да, спасибо, рахмет, мә базар. Тек саған айтқан обидно. Жаспен нормально көрініп Мен тұр. не үшін жас көрінемін айтайын ба? Потому что мен ССС кремдерді пайдаланамын. Ояқта крем жоқ. Ояқта крем жоқ. Сол парфюмда мына жерге жағатынды, в общем, бетіме жағамын. Мен Мен 98. 98. 98. Біз, значит, Мен бір зумерға жатады екенмін да, ансыған? Бағана мен оқыдым да, Саған зумерларға жауап береді сияқты. миллениал, зумер деген нәрсені айтамыз еді. Біз миллениал дегенге жатамыз ғой. Мен сол минерал дейтінді білемін, минерал дейтінді де білмейді екенмін. Сарағаш, не? Сарағашта жатасың ғой санаторияда. Не ғой?
Мысалы үшін миллениал дейтін біздің поколение телефонсыз жаңағы ойын даладағы тетрис деген сияқты балалық кездегі бірдеңелер бар. Нанның үстіне май жағып жүріп құм шекерін фытырлатып деген сияқты. Бұл біздің негізі по заман ол кеп тұрсын сен. Зумер вообще келмеймін негізінде. Зумер дегендер ол уже кішкене бүйтіп кішкентай кезінен бастап. Миллениал емес, ол жоқшылық екен ғой біз. Аты ше, әлі де біреу өзгертті. Кіші жол жүріп тұрма негізі. Зумер деген таза телефонмен бергі поколение. Мен жоқшылыққа жатамын онда. Жоқшылыққа Телефон жоқ бұл. Сіз баршылыққа жатасыз ғой. Жоқшылыққа жатасыз. Зумерлар деген сол жаңағы. Давай, жауапсаңдар, расын тезде жауапсаңдар. Сол жаңағы баршылық деп қалып қойсаңыз. Зумерлар деген сол бертін келе и одан кейінгі альфа ұрпақ деген. Уже содан кейін туа біті сенсормен Ол қазіргі біздің Вот солар действительно. бөле балдыздар альфа ұрпаққа кіреді. 2010-11-ден бастап былай. Олар уже өте айфон көріп өскендер ғой. Біз айфонды универде емес, универден кейін 11 бітіріп. 11 бітірген кезде пятый шықты. Мен 11 бітірген кезде біздің мектептің алтын белгілеріне мамалары пятый салып берген. Мен сол кезде о деп кирпичіммен жүрген. 14-те ұстадым телефон почти мен. айфоннан? Жоқ, телефон жалпы. Шынымен. Мен дайындыққа мәкеңдер мысалы осы уақытта жиналамыз ғой. Ертең осы уақытта жиналамыз осы жерде дейсі ғой. Андай жай жермейді, звондамайды, қаяқтасың демейді, сол уақытта кеп тұрамын. Таза кәдімгі. Ол уақыт өзгеріп кетсе, сен кеп тұра бересің ба? Мен қарамаймын, ол кезде телефон. Енді жағдай ол кезде шынымен жоқ еді. Ол кезде дейтін осы 4-5 жыл алдына келіп. Осы соңғы 3-4 жылда жағдай жақсарды Аллаға шүкір. Қызық негізі да. Зумер деген альфадан кейін қандай ұрпақтар келеді? Бетта деген келеді шығар деймін. Типа альфа, бетта, гамма. Бәрі біліп алғансың ба? Гамма ұрпақтары, е? Гамма ұрпақтары. Мама дейтін шығар. Гамма ұрпақтары. Мама, мұны не ұрпақ дейтін жатыр. Сосын қызық фактыны білесіңдер ме алдында? Біз зумерлармыз ба? Біз миллениалдармыз ғой. Зумерлардан бастап сағатты дұрыс танымайды ғой. Мен тиктоктан көрдім. Мен әйелім танымайды, брат. 2 ғой. Маған алдында айтып, андай кішкентай 12-де тұр, үлкені 6-да тұр дейді. Маған қуасың ба, мен сені үйленіп қойдым ғой саған. Үлкені 6-да тұр, сосын біреу жылжып жатыр. Қайсысын айтам кетіп жатыр мынау деді. Уже туа бітті сондайға үйреніп қалған ғой, цифрмен. Идея қаяқтан келеді, гороскопыңа да сен. Жоқ, андай гороскопым ше ғой менде. Қандай просто айта салшы? Мен білмеймін гороскопым. Туған қыз қашан? Туған күнім Туған күнім де әртүрлі. 13 декабрь. Не болады сонда? Қыс болады, қыс болады. Неге айтпақшы? Интимный козерог дейді ғой. Неге сенесің ба сондай неге? Негізінде мен о жақта характерді ғана айтады ғой, болашақты айтпайды гороскопта. Ондай нәрсе емес. Білем, ол күнә, харам екен. Но просто характерге реально келеді. Мен былай зерттеймін ғой, өзім таныстарым болсын, кіммен жұмыс жасаймын. Действительно. Нұрекен қайсысына кеп тұр? Жоқ, енді мен білмеймін. Бұл кісіні ашық білмеймін ғой. Декабрь ғой, декабрь. 13 декабрь. 13 декабрь деген білмей жатырмыз, козерог па? Жоқ, қыс қой, қыс айы ғой. Не, басқа Козерогтың алдында қандай? Рыба емес па? Жоқ, рыба февраль ғой. Козерогтың алдында? Сен өзің білмейсің ба қандай екенін? Мен сенбеймін, қызықпаймын оған. Не керегі бар маған? Мен де мысалы сенбеймін. Мен ана неден алдық қой біздер ана бұрында 12 күнде 12 бірдеме қылып түйенің үстінен шыққан мініп күнді көрді дейді. Содан кейін болды, содан кейін тоқтадым. Мен ең потолым сол болды. Жоқ, мен де қатты зерттеймін ғой. Болашақты айтпайды, айтып тұрмын ғой. Просто мінезді действительно. Мінезді действительно келтіріп береді. Сен туған қашан? Мен водолеймін ғой, например, қатты келеді. Водолейлар. Қатты келеді да маған соған. Мен де водолеймін. Да? Мен де ондай келмей тұр. Жоқ, мен де келмей тұр кішкене водолей. 2 түрлі водолей. Мен мысалы немін водолазбын. Водолей деген не ғой да? Суғиғыш. Сен кімсің? Мен адаммын. Ана не октябрь не ол кімге жатады? Октябрь?
қазан айы ғой. Жоқ, күзге жатады. скорпион ғой, скорпион. Весы ма? Висы. Висы мен диван екі ортасы ма бірдемесі керек. Диван? Диван. Почти диван деп Весы мен диванның ортасында. Сол жерде пульт алып бересің. Жоқ, мен просто водолей и ona... Виси мен диван ортасын көрші. Жоқ, просто водолей висімен ойвенға қатты келеді мінездері. Водолейдің ішінде қайсысы? Басқа водолей деп. Қай жүздегі водолей? 31 январь. 31. Водолей ғой, иә. Водолей. Оригинал водолей. Үйіңіз қандай гороскоп? Әңгімелерің вода болып кетті. Өзіміздің стилімізді нетіп Жаңағы Кристиано Роналдо водолей, да? И әйел де водолей. И ол кісі де айтқан ғой, Қандай типа. Роналдо дедің? Кристиано. Кристиано. Мен бір орыс қызында қатын естідім. Кристина деген сияқты. Дедім ма? Қойшы, сомнение сатпаңдаршы. Сол кісі әйел екеуі водолей, да? И бір интервьюларында көрдім, типа, біз екеуміз де водолейміз, келеміз деп айтқанда сөйтіп. Ой, Роналду сөйтіп айтыпса, біз келеміз екеуміз. Жоқ, әйел. Тренировкадан бесін, бәрі, если честно, екеуміз водолей болғанымызда айырып жатырмыз. Сабинаға келгеніне рахмет, иә? Иә. Өте қызық әңгіме болған сияқты, жалпы. Ашылғанына, басында кішкене бүйтіп ашыла алмай отыр. Енді қазір нормально. Басында не айтамыз деп. Сабина келгенің үшін рахмет. Рахмет, Біздің шақырғандарыңызға. подкасттың басты демеушісі бар. Жаңа пост компаниясы. Ол компания жалпы Қытайдан Қазақстанға товар заказ беретін болсаңыз, ең тиімді, ең тез қазақстандық компания. Главный интимді емес, ең тиімді. Қайдан келеді осында? Ой, мақтағасы кетті, иә? Ең тиімді. Мына жерде жалпы Қытайдан қазақстандықтар ең көп заказ беретін товарлар бар. Біз білмейміз не бар екен. Сыйлықты алып, бүгін сені ең көп күлдірткен біздің жүргізушілеріміздің біріне берсең болады. Тек қана бір адамға ма? Бір адамға ғана. Сендер арам екенсіңдер, өздеріне бересіңдер, маған беру керексіңдер ма? Соны алып, сол адам саған сосын береді. Оны кейін айтатын ек біз. Қайсысын таңдаймын деп ойнама қой. Бәрін нұр салады. Необычный сыйлықтар. Сол өзіміз де білмейдік. Өзіне не ол? Ана образынан келді. Тамаша бір жабылып қояды. Аяқ тайғанамас үшін киіп жүрсеңіз, қыста аяғың тайғанамайды. Сен не ойладың? Сен не тайғанамасын дедің? Сабина, келгенге көптен көп рахмет. Баршаларыңызға қайырлы түн болсын. Жатарда бізді көріп жатыңыздар. Рахмет! Қайтта шығып кетесің ана жақтан.